Сәлем баршаңызға, мен бүгін сіздерге сырный палочкидің рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін бізге керегі моцарелла сыры немесе сулунгуни сыры болады. Мен моцарелла сырын қолдандым. Алдымен сырды ұзыншалап, арасы 1 см болатындай етіп кесіп аламыз. Мен ұзын болғандықтан ортасынан қиғаштап, кішкене етіп кестім. Осылай сырларымызды дайындап аламыз. Енді кляр жасаймыз. Бізге керегі 3 жұмыртқа, тұз, ұн, сүт және панировочный сухари керек. Жұмыртқаның үстіне тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне ұн саламыз. Ұн шамамен көзбен саламыз, 50 грамдай болу керек. Әмден араластырамыз. Арасында түйіршіктер болмағаны дұрыс. Араластырып болған соң үстіне сүтімізді құямыз. Сүтте 50 грамм шамасында болу керек. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Ішіндегі түйіршіктері кетуі керек. Енді сырный палочкиді дайындауға кірісеміз. Алдымен ұнға сырымызды әбден араластырып аламыз. Барлық жеріне ұн тиюі керек. Одан кейін жұмыртқаға саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Содан соң панировочный сухариге салып, барлық жеріне тигізіп шығамыз. Дайындап аламыз. Алдын ала дайындап алған жақсы. Қызып тұрған майымызға 3 минуттай екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осындай ол пісуі керек. Сыртына сырлар шығып тұрады. Мен міне ортасын бөліп көрсетіп қойдым. Піскен кезде сыры ағып тұру керек. Жасап көріңіздер, сіздермен бірге болған өнер.